Сәлем достар, қош келдіңіздер Барс Эстейт парақшасына. Мінекей микрорайон Нұртастағы үйдің ішкі обзорын көрсетейік. Міне бірін кірген кезде входная группа. Кіргеннен кейін осындай тамаша холл, винтовая красивая лестница, аппақ осындай әдемі белоснежный үй. Бірінші этажда холл, зал, бір жатын бөлме және де ас бөлмеміз. Ас бөлмеден бастайық. Мінекей ас бөлмеге келетін болсақ, кухня, столовая өте просторный, тамаша. Мінекей көріп тұрсыздар. Жап-жарық, әдемі, встроенный мебель техникасымен. Островок ортада. Бұл үйде және де мына жерде скрытый цокольный этажы бар. Цокольға түспей-ақ қояйық, көрсетемін. Кішкене жұмыстары жүріп жатыр цокольдің. Мына мұнда бірінші этаждың санузелі орналасқан. Өте просторный, кең. Мына бірінші этаждың бір жатын бөлмесі. Үй жап-жаңа, ешкім тұрмаған бұл үйде. Өзіне жарасымды люстралармен, перделермен. Мынау енді зал. Өте жарық, әдемі, өзіне жарасымды жиһаздарымен. Осындай, міне кірген кезде түсіндіңіздер, бірінші этажда санузел, ас бөлме, жатын бөлме және де зал. Осымен бірінші этажымыз бітеді. Көріп тұрсыздар, не деген вырезной красивая лестница винтовая. Өте әдемі дизайндегі лестницамыз. Ал кеттік екінші этажға. Мінекей. Екінші этажда осындай тамаша, просторный холл бөлмеміз. И міне бірінші жатын бөлмеден бастай берейік. Бірінші жатын бөлмеміз өте кең, просторный. Мінекей екінші жатын бөлме. Детская. Ал мынау үшінші жатын бөлмеміз. Барлық бөлмеде өзін перделері жарасымды орнатылған. Екінші этажында потолоктер өте биік, просто на камеру не передается. Мына лестницадан көтерілгенде 1, 2, 3 жатын бөлме. Мынау гардеробный жасауға болады. Сосын мынау общий санузел екінші этаждың. Мінекей өте просторный. Ванна орнатса да, душевой орнатса да сияды өте кең. Және де мұнда бір кішігірім кабинет жасауға ыңғайлы бөлме. Осындай екі этажды үй сатылымда достар. Мінекей обзорын бітіріп жатырмыз. Сұрақтарыңыз болса, төмендегі нөмірлерге жазасыздар. Бағасы қолжетімді, шұғыл сатылым. Ешкім тұрмай жатқаннан кейін сатып жатыр. Басқа қалаға көшіп кеткен. Егесі өзіне деп соғылған үй. Мінекей осындай үй достар сатылымда. Толық ақпаратты төмендегі нөмірлерден аласыздар. Жатын бөлме, ас бөлме, холл, зал.